Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін өте оңай әрі дәмді орама нан дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепті бойынша жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші кезекте қамырын дайындап аламыз. Қамыр бізде езілмей, өте жақсы болып дайындалуы үшін салқындау су, жұмыртқа және тұзды бір ыдысқа салып араластырамыз. Жұмыртқаны суда езіліп, толықтай аралас кеткеніне көзімізді жеткіземіз. Және де ұнның ортасын ашып, жаңағы суды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолымызға жабыспайтын қамыр дайын болады бізде. Қолымызбен шамамен 5 минуттай басып илейміз. Июі толықтай қануы керек бізде, қамыр жыртылмай теп-тегіс болып шығуы үшін. Кейіннен бетін жауып 30 минутқа демалтып қоямыз қамырымызды. Келесі кезекте салмасын дайындаймыз. Салмасына сиырдың тартылған еті, асқабақ, пияз, дәміне қарай тұз, өзіңізге ұнайтын әртүрлі бұрыштарды қолдансаңыздар болады. Мен ащы бұрыш және де қара бұрыш, пияз, тұз салып, үстіне сұйық майды құйып жақсылап араластырдым. Егер сізге асқабақ ұнамаған жағдайда картошкамен алмастыруға болады. Бірақ асқабақпен біздің орамамыз жеңіл әрі өте дәмді болып шығады. Біздің қамырымыз демалды, жұмсақ болды. Шамалы құрғақ ұн салып басып илейміз. Кейіннен 3 бөлшекке бөлеміз. Негізі сіздерде мантаварка үлкен болған жағдайда 2 үлкен бөлшекке бөлсеңіздер болады. Менде мантаварка кішкентай болғандықтан 3 бөлшекке бөлдім. Және де қамырымызды жаймай етіп жайып шығамыз. Доп-домалақ жұқа болдырып. Біздің қамырымыздың ішінде жұмыртқа болғаны үшін ешқандай жабыспай, жыртылмай, оңай жайылады. Кейіннен жайылған жайманың үстіне сұйық май жағып шығамыз. Және де мантаварканың табағына жақсылап май жағып майлап аламыз. Біздің орамамыз жабысып қалмауы үшін. Жайылған қамырдың үстіне салмамызды салып, тегістеп қолымызбен жайып шығатын боламыз. Ешқандай өлшемеден, көз мөлшермен бөлеміз. Және де орамамызды орайтын боламыз. Әр қатпарын ораған кезде үстінен қолымызбен басамыз. Осылайша біздің орамамыз дайын. Шеті шамалы асып тұрады. Бірінің үстіне бірін қойып, қабаттай саламыз. Ештеме етпейді, пісетін болады. Кейіннен біздің орамамыз беті кеуіппей, жұмсақ болып пісуі үшін сұйық май жағамыз. Және де бұл жабыспайтын болады. 45 минут пісіреміз. Орамамыз дайын. Өзіңізге ұнайтын әртүрлі қоспалар қолданып ұсынсаңыз болады. Біз кетчуппен жедік, өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай ішінің суы ағып, сочный болып шығады. Видео ұнаған болса, жақындарыңызбен бөлісіп, кешкі асқа жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ақбота.